Сәлем баршаға, бүгін сіздерге өте жұмсақ болып пісіп шығатын нанның рецептісімен бөліскім келеді. Менімен бірге болыңыздар. Ол үшін бізге ең алдымен ыдысымызға жылы сүтімізді құямыз, және тұзымызды саламыз, жұмыртқамызды саламыз, және ашытқыны салып барлығын араластырамыз. Сұйық майымызды құйып, тағы да бір араластырып аламыз. Електен өткізіп дайындап қойған ұнымызды саламыз, қамыр илейміз. Өте жұмсақ қамыр шығады. Жақсылап қамырымызды илеп алғанымыздан кейін бетін жауып, жылы жерге қойып қоямыз. Қамырымыз ашып көтерілуі керек. Қамырымыз міне ашып көтерілді. Енді біз бұны ыдыстан алып, осылай 3 бөлікке бөліп аламыз. Енді бұны тағы да 10 минутқа тындырып қоямыз. Минуттан кейін ашып, нанымызды жайып пісіре береміз. Осылай әдемі болып көтеріліп шығады. Нанымызды осылай жайып, формасын келтіріп аламыз. Қызып тұрған пеште қызарғанша пісіріп аламыз. Бетіне жұмыртқамызды жағып, мен күнжіт септім бетіне. Қызып тұрған пеште пісіріп аламыз. Өте жұмсақ болып шығады. Дәмі деген өте керемет болады. Жасап көріңіздер. Сіздермен болған мен Айзада.